Шие талы. Анам мен әкем балаларға жұмсақ, өте түсінушілікпен қарайтын. Бірақ жаман іс жасасақ, бізді ешқашан жазасыз қалдырмайтын. Көктемнің бір күні үйге қара шиесі бар бір бұтаға келдім. Оны көршімнің бақшасындағы ағаштан жұлып алған едім. Қанша тықсам да анам бұтақты көріп, қайдан алғанымды сұрады. Сасып қалып, ойланбастан, бақшадағы ағаштан жұлып алдым, дедім. Содан кейін біздің шие ағашымыздың жемісінің қара емес, қызыл екені есіме түсті. Анам үндемеді. Мұңайған кейпімен ас үйге қарай жүрді. Артынан мен де ілестім. Анам ас үйдің бұрышына барып, өксіп, жылай бастады. Тіпті ұлы түрмеге түскен сияқты, көз жастары моншақтап ақты. Бүрісіп қалдым. Анамның аяғына жығылып, істі бүге-шігесіне дейін түсіндірдім. Мені кешірші деп жалындым. Тұр қане, деді анам. Бұтақты ал да көршіге апар. Жасаған ісіңді оған айт, одан кешірім сұра, деді. Анамның айтқандарын істедім. Көршім мені күлімсіреп қарсы алды. Бір уыс шие үшін кешірім сұрауға келдің бе? Бәрібір төмендегі шие ағашының жемісін ұрылар ұрлап алып жатыр ғой, деді. Көршімнің бұл сөзіне қатты ұялдым. Демек, мен де ұрылардың жасаған ісін жасадым. Қалай ұялғанымды жеткізе алмаймын. Бүкіл өмір бойы сол сөзді ұмытпадым. Қазір де шие ағашын көрсем, анамды еске алып, терім бұрқ ете түседі.